қазақ жерінде Құранға тіл тигізетіндер көбейді. Пайғамбарға тіл тигізетіндер көбейді. Бұлар күн өткен сайын қатары көбейіп бара жатыр. Ал енді бұны түсіне алмаған, әлі буыны бекімеген жастарымыз соларға қарап қатты еліктеушілік бар. Сондықтан да жаңағы қазақтың діні тәңіршілдік, қазақ ешқашан араб болмайды, қазақ ешқашан құл болмайды деген сияқты бір ұрандармен, жалған ұрандармен біраз адамдарды өздеріне тартып, жастарды адастырып жатқан жерлері бар. Сонда осылардың көздеген мақсаты не? Бұның артында не тұр? Біздер сол елдің ынтымағы үшін не істеуіміз керек? Бұл жер өте күрделі, шиеленіскен мәселе. Себебі кез келген жаңадан шыққан ағымның артында, жаңадан шыққан сектаның артында белгілі бір мүдделі топ тұрады. Ол мүдделі топ міндетті түрде жаңағыдай адасқандарды қаржыландырып отырады. Және де жаңағы айтқандай теріс идеялар беріп отырады. Оны жоқ деп айта алмаймыз. Әлгі бұлардың ішіндегі Құран талдағандардың бірнешеуіне біздің бауырларымыз жауап берді. Мысалы, Арман Қуанышбаев Құранды түсінбегендіктерін, ондай деңгейлерінің жоқ екенін айта кеткім келеді. Мысалы, кез келген діни кітапты түсінудің 7 деңгейі бар. Бірінші, жалпы халық деңгейінде түсінеді. Екінші, сол ислам ғұламаларының түсінігі. Үшінші деңгейде әулиелердің түсінігі бар. Деңгей. Төртінші деңгейде машайықтардың деңгейі. Бесінші деңгейде нәбилер. Нәби деген кіші пайғамбарлар, кітап түспеген пайғамбарлар. Келесі 6-шы деңгейде расулдар, кітап түскен пайғамбарлар. Ал 7-ші дәрежеде, 7-ші деңгейде періште. Жәбірейіл ғалейхиссалам. Егер сен Жәбірейіл ғалейхиссаламның деңгейіне жетсең, Құранды өз бетіңше түсіндір, өз бетіңше соған баға бер, болмаса қазақша айтқанда жайыңа жүр. Бұлардың ондай деңгейде бірде-біреуі жоқ. Ойына келгендерін айтады, ар жағында ештеме жоқ. Кеше бір видео көрдім, Ақтөбеден жай ғана аузынан сөз тұрған адам өзінше хадис талдағысы келеді. Сонда ол мына кириллицамен жазылған, батыстан шыққан хадистің әлгі мазмұндарын, солардың теріс түсініктемелерін сол халыққа таратқысы келеді. Көрдіңіз бе деңгейлерінің қандай екенін? Мен 7 деңгейді көрсеттім. Оның тіпті бірінші деңгейіне жетпейтін адамдар жаңағыдай халыққа ақыл айтқысы келеді. Бұның барлығы жаңағыдай арттарынан бақылап, соларды бағыттап, қаржыландырып отырған топтың бар екені көрініп тұр.